Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаштың суретін саласың. Дәптерімізге бүгінгі күннің жады мен тақырыпты жазып алайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жаңа сөздерді үйрену. Жаңа сөздер арқылы ның, нің, дың, дің, тың, дың жалғауларды жалғауға үйрету. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері: сурет, рисунок, ағаш, дерево, күн, солнце, ай, луна, бұлт, облако, сурет саламын, рисую. Тағы да бір рет қайталайық. Рисунок, сурет, дерево, ағаш, солнце, күн, луна, ай, облако, бұлт, рисую, сурет саламын. Тыңда және қайтала. Күннің суреті, айдың суреті, ағаштың суреті, бұлттың суреті. Берілген сөз тіркестерінің жалғауларына назар аударамыз. Және тағы да қайталаймыз. Күннің суреті, айдың суреті, ағаштың суреті, бұлттың суреті. Қандай жалғаулар жалғадық? Күннің деген сөзге айдың, ағаштың, бұлттың. Ның, нің, дың, тың. Күннің суреті, ненің суреті? Күннің суреті. Ненің суреті? Айдың суреті. Ненің суреті? Ағаштың суреті. Ненің суреті? Бұлттың суреті. Жарайсыңдар. Тыңда және қайтала. Мен ағаштың суретін саламын. Сен күннің суретін саласың. Ол айдың суретін салады. Әлібек бұлттың суретін салды. Енді тапсырма орындаймыз. Бірінші оқып шығамыз, одан кейін суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып, дәптерге осы 3 сөйлемді жазамыз. Жарайсыңдар. Келесі екінші тапсырма. Суретке мұқият қараймыз. Әр суретке қарап сұрақ қоямыз. Мысалы, бірінші суретке сұрақ қоятын болсақ, Әлібек, сен не істеп жатсың? Әлібек не істеп жатыр? Әлібек сурет салып жатыр. Келесі үшінші тапсырма. Сөйлемді толықтырып жазамыз. Толықтырған кезде бұл жерге әріп емес, жалғау жалғаймыз. Мысалы, мен сурет саламын. Жалғау мын. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.